Иық бұлшықеттерін біз алдыңғы және артқы топ деп екіге бөлеміз. Алдыңғы топ бұлшықеттері бұлар бүккіштер, яғни бұлар иық сүйегінде, яғни тоқпан жілікте орналасады, бірақ бұлар білекті жазуға және бүгуге көмектесетін бұлшықеттер. Ең бірінші бастайтын болсақ, құстұмсық иық бұлшықеті, мускулус корохобрахиалис. Одан кейінгісі иықтың екі басты бұлшықеті, бицепс брахи, және де ең соңғысы иық бұлшықеті мускулус брахиалис. Артқы топ бұлшықеттеріне біз олар жазғыштар, яғни білекті жазатындар. Олар иықтың үш басты бұлшықеті мускулус трицепс брахи, жаңағы ұзын басын айтқан болатынбыз. Одан кейін шынтақ бұлшықеті мускулус анканеус жатады. Енді біз құстұмсық иық бұлшықетінен бастасақ, мускулус корохобрахиалис. Басталатын жері атайып тұрғандай жауырынның құстұмсық тәрізді өсіндісінен басталады. Процесс карпейдеустен басталады. Бекитін жері тоқпан жілік денесіне, корпус осхумериге және кіші төмпешіктің қырына барып бекиді. Мынау басталған жері, мынау беккен жері. Криста туберистас минор осхумери. Қызметі иықты бүгуге қатысады. Яғни мына иық буын бүгуге қатысады, пронациялы және бейтарап қалыпқа келеді. Пронацияланып тұратын болса, бейтарап қалыпқа келуге қатысады. Осы ғана бізде немеге қатысады, білекті жазуға және бүгуге қатыспайтын бұлшықет, бұл иыққа қатысады. Одан кейінгі бізде иықтың екі басты бұлшықеті, мускулус бицепс брахи. Басталатын жері ұзын басы, яғни атайып тұрғанда екі басы бар, ол ұзын басы капут лонгум, жауырынның буын үстілік төмпегінен басталады. Туберситас супраглинидалис, яғни бұл жерде капитас глинидалия бар, яғни артрологиядан білесіздер. Соның үстінде бізде төмпек болатын туберситас, содан басталады, жауырынның буын үстілік төмпегінен. Қысқа басы капут бреви, жауырынның құстұмсық тәрізді өсіндісінен басталады. Процессус коронидеустен басталады. Каркадеустен басталады. Бекитін жері кәрі жілік будырмағына, туберситас ос радиге барып бекиді, және де бекиген кезде шынтақ жілікке қарай да кішігірім тармақтар кетеді. Басы екіге бөлінеді. Қызметі иық буынында бүгеді, білекті шынтақ буынында бүгеді. Иықты иық буынында бүгеді, білекті шынтақ буынында бүгеді. Яғни бұл қолды иықты бүгуге қатысады, өте аз мөлшерде, ал негізінен білекті шынтақ буынында бүгуге қатысады. Келесі бізде иық бұлшықеті, мускулус брахиалис. Басталатын жері тоқпан жілік денесінің алдыңғы беті, фациас антериордан басталады. Нақты бекитіні бұл апоневроздар жоқ. Кешірім сұраймын. Апофиздер жоқ. Бекитін жері шынтақ жіліктің будырмағына, туберситас ульнаға барып бекиді. Қызметі білекті шынтақ буынында бүгеді. Келесі бізде иықтың үш басты бұлшықеті, мускулус трицепс брахи. Яғни біз иықтың артқы топ бұлшықеттеріне өттік. Бұның басталатын жері бастарына байланысты, яғни бұның атайып тұрғанда үш басы бар. Енді бұның латеральды басына келетін болсақ, латеральды басы капут латерали. Бұл тоқпан жіліктің сыртқы бетінен, фациас постериор, яғни артқы бетінен басталады, үлкен төмпешіктен дистальды орналасады. Кешірім сұраймын, туберситас майердан төмен қарай, дистальды, яғни төменірек орналасады. Медиалды басы тоқпан жіліктің ортаңғы 1/3-інің артқы беті, яғни тоқпан жіліктің біз денесін өзін үш бөлікке бөліп қарастыруға болады. Жоғарғы 3/1, ортаңғы 3/1 және төменгі 3/1 бөлігі. Яғни бұлар жайлы сіздер травматологияда көбірек бөлетін боласыздар, яғни иық сүйегінің жоғарғы 3/1 бөлігі, ортаңғы 3/1 бөлігі, төменгі 3/1 бөлігі деген секілді. Енді осы ортаңғы 3/1 бөлігінің артқы бетінен, яғни фациас постериордан басталады. Ұзын басы жаңа елдегі бізде 3 жақты және 4 жақты неге қатысып тұрған, тесіктерді құрауға қатысып тұрған ұзын басы капут лонгум. Бұл бізде жауырынның буын астылық төмпегіне, туберситас инфраглинидалистен басталады. Бекитін жері шынтақтық өсінді, яғни олекранонға барып бекиді. Қызметі білекті шынтақ буынында жазады, ұзын басы иықты жазады және әкеледі. Мына олекранонға бекиген жерін есте сақтаңыздар.
жүйке жүйесін өткен кезде біз бұл жерді айтатын боламыз. Яғни бұл жерде тек қана шандырмен жабылып тұр, ешқандай бұлшықет жоқ. Соның әсерінен бұл жерден өткен нерв біз қолымызды, шынтағымызды бір жерге дәл осы жерін ұратын болсақ, біздің мына қолымыздың медиалды жағында тыз еткен тоқ ұрған секілді бір сезім болады. Бұл жерден бізде нерви ульнари деді, яғни шынтақтық нерв, соның әсерінен бізде оны нервтендіретін аймағы басқаша сезім пайда болады. Яғни ұрып алып көрген шығарсыздар. Одан кейін шынтақтық бұлшықет мускулус анканеус. Басталатын жері тоқпан жіліктің латеральды айдаршық үстінен, эпикондилус латералистен басталады, және де бекитін жері шынтақтық төсіндіге аликранумға үш басты бұлшықеттің астына барып бекиді. Қызметі білекті жазуға қатысады. Білекті шынтақ буынды жазады. Одан кейін біз иық бұлшықеттерін айтқан соң, біз бұл жерде кәржілік нервінің өзегін айта кетуді жөн санадық. Каналис нервус радиалис, яғни кәржілік нервінің өзегі. Ол қалай жүреді? Оған біз жүйке жүйесінде қайтадан тоқталатын боламыз. Бірақ та қазір кішігірім түсінік қалыптастыру үшін айтып кетейік. Бұның кіру тесігі трицепстің латеральды басынан басталады. Яғни мына жақтан. Одан кейін трицепстің медиалды басы. Латеральды басы және де медиалды басы. Латеральды басы мына жерде, медиалды басы мына жерде орналасқан. Осы екеуінің ортасына кіреді. Яғни міне кіріп тұр және де айналады. Шығу тесігі латеральды бұлшықет аралық қалқа. Яғни бізде алдыңғы топ бұлшықеттері және де артқы топ бұлшықеттері бір-бірінен бұлшықет аралық қалқа, перегородка арқылы бөлінген. Не болмаса фасция деп атауға болады. Солар арқылы бір-бірінен олар бөлініп тұрады қызметіне байланысты. Сол енді бізде қарасаңыздар, мұнда латеральды жағы, яғни денеден алыс жатқан жағы және медиалды жағы орналасқан. Мына сүйектерде де қарасаңыздар, латеральды және медиалды жақтары осы екі шетінен де бөлінген соң, олардың латеральды және медиалды шеттері болады. Осы латеральды шетінен бұлшықет арқылы қалқадан шығатын болады. Одан кейін бізде иық бұлшықеті мен иық кәрі жілік бұлшықеті арасында мускулус брахиалис және де мускулус брахиорадиалис арасынан бұлардың шығу тесігі болады. Қабырғаларына келетін болсақ, кәрі жілік нервінің жүлгесі трицепс латеральды және медиалды бастары. Трицепстің латеральды және медиалды бастары жататын болады. Бұл жерде не өтеді? Бұл жерде нервус радиалис және де оны бірге алып жүретін артерия профунда брахи, яғни кәрі жілік жүйкесі және де иықтың терең артериясы. Жалпы айтатын болсақ, бұлардың барлығы иықтан төмен қарай шығып келіп, тоқпан жіліктің медиал жағымен жүреді және де медиал жағымен жүріп келеді. Тоқпан жіліктің ортаңғы 1/3 бөлігінде бізде нервус радиалис өз алдына бөлек кете бастайды, яғни латеральды жаққа қарай кете бастайды. Осы жүру жолын біз кәржілік нервінің өзегі деп атаймыз. Бұған біз жүйке жүйесінде тағы да тоқталатын боламыз, олардың қызметтерімен бірге. Келесі бізде білек бұлшықеттері. Білек бұлшықеттерінде біз екі топқа бөлеміз. Алдыңғы бұлшықеттер, олар бүккіштер және пронаторлар. Яғни ішкі айналым жасайтындар. Бүкеді және де ішкі айналым жасайды. Одан кейінгі бізде артқы топ бұлшықеттер, бұлар жазғыштар және супинаторлар, яғни сыртқы айналым жасайтындар, немесе сыртқы ротация. Алдыңғы топ бұлшықеттерінің барлығы дерлік, ол тоқпан жіліктің медиалды айдаршық үстінен басталады. Яғни эпикондилус медиалистен басталады. Одан кейін артқы топ бұлшықеттері, жазғыштар, супинаторлар, бұлар тоқпан жіліктің латеральды айдаршық үстінен басталады, эпикондилус латералистен. Бекитін жерлері бұлар алақан сүйек негіздеріне, саусақ фалангілеріне және шынтақ жілік пен кәрі жіліктерге барып бекиді. Яғни бұлардың атқаратын қызметтеріне байланысты беку орындары да анық болады. Енді біз алдыңғы топ бұлшықеттеріне тоқталатын болсақ, бүккіштер және пронаторлар. Бетке қабат бұлшықеттері мускулус, яғни бетке және тереңде бетке бөлеміз. Бетке, одан кейін бірінші, екінші, үшінші қабат, төртінші қабат деп бөлініп кетеді. Бетке қабат немесе бірінші қабат. Бұл жерге қандай бұлшықеттер жатады? Бірінші қабат бұлшықеттері. Иық кәрі
жілік бұлшықеті. Мускулус брахиорадиалис. Так, бізде қайда орналасқан? Міне, мускулус брахиорадиалис. Эпикондилис медиалистен басталмайтын, міне мына жерден басталмайтын жалғыз топ бұлшықеті, алдыңғы топ бұлшықеттеріне жататын мускулус брахиорадиалис. Одан кейін бізде дөңгелек пронатор теріс. Одан кейін бізде білезіктің кәрі жіліктік бүккіші мускулус флексор карпи радиалис. Міне бұның қызметі, яғни білезікті бүгуге қатысады. Басталып отырған жері эпикондилис медиалис. Білезіктің шынтақтық бүккіші мускулус флексор карпи ульнарис. Мұнда тұр ғой, мускулус флексор карпи ульнарис. Міне мұнда тұр. Мускулус флексор карпи ульнарис. Білезіктің шынтақтық бүккіші мускулус флексор карпи ульнарис. Яғни шынтақ жағынан бүгеді. Одан кейін алақандық ұзын бұлшықет мускулус пальмарис лонгус. Так, мұнда тұр. Мускулус пальмарис лонгус. Бұлар келеді де білезіктен өткен соң 5 жаққа бөлініп кетеді. Және де бұның қызметі бүгуге қатысады. Қалғанды бүгуге қатысады. Одан кейін алдыңғы топ бұлшықеттерінің екінші қабат бұлшықеттері. Бұл жерге жалғыз бірақ бұлшықет қатысады. Бұл саусақтардың беткей бүккіші мускулус флексор digitorum superficialis. Есте қалып жатыр ма? Одан кейін алдыңғы топ бұлшықеттерінің үшінші қабаты. Бұл саусақтардың терең бүккіші мускулус флексор digitorum profundus. Міне орналасқан digitorum profundus саусақтардың үлкен бүккіші. Терең бүккіші. Одан кейін бас бармақтың ұзын бүккіші мускулус флексор pollicis longus. Міне барлығы да бұлар медиалды эпикондилистен алған, эпикондилис медиалистен, яғни және де бұлардың атқаратын қызметтері атына сәйкес болып келеді. Саусақтардың терең бүккіші бұлар саусақтарды бөгеді. Одан кейін алдыңғы топ бұлшықеттердің төртінші қабат бұлшықеті, бұл жерге тек бірақ бұлшықет жатады. Бұл шаршы пронатор мускулус пронатор квадратус. Екінші бұлшықет эпикондилис медиалистен басталмайтын. Қызметтер білезікті бүгеді. Бүкіл мына жерде орналасқан бұлшықеттердің барлығы білезікті бүгеді және пронациялайды. Яғни мына білезікті бүгеді және пронациялайды. Одан кейін саусақтарды бүгуге қатысады. Digitorum musculus digitorum superficialis, musculus digitorum profundus дегендердің барлығы. Бас бармақты бүгетін полицистердікі барлығы саусақтарды бүгуге қатысады. Енді бізде бұларды оңай есте сақтау үшін қалай оңай есте сақтаймыз? Яғни бізде бірінші қабат бұлшықеттер, екінші қабат бұлшықеттер деген олар есте қалу өте қиын. Яғни үнемі қайталау нәтижесінде ғана есте қалады. Бірақ бұлардың барлығы тек бір күнге беріледі. Соған байланысты бұл бұлшықеттердің аттарын қалай есте сақтаймыз? Бірінші пронаторларды есте сақтаймыз. Дөңгелек пронатор және шаршы пронатор. Пронатор теріс и пронатор квадратус. Одан кейінгісі білезіктің кәрі жіліктік бүккіші, білезіктің шынтақтық бүккіші мускулус флексор карпи ульнарис және де мускулус флексор карпи радиалис. Одан кейін саусақтардың беткей бүккіші және саусақтардың терең бүккіші мускулус флексор digitorum superficialis және мускулус флексор digitorum profundus. Одан кейін бұларға бағынбайтын тағы бір үш бұлшықет қана қалды. Кәрі жыл бұлшықеті мускулус брахиорадиалис, алақанның ұзын бұлшықеті мускулус пальмарис лонгус, бас бармақтың ұзын бүккіші мускулус флексор pollicis longus деген секілді есте сақтауға оңай болу үшін осылай жазып есте сақтап алу қажет. Одан кейін бізде артқы топ бұлшықеттері. Артқы топ бұлшықеттерінде біз беткей бұлшықеттер қабаты және терең бұлшықеттер қабаты деп екі топқа бөлеміз. Артқы топ бұлшықеттері бұлар жазғыштар және супинаторлар. Енді бұлардың беткей қабат бұлшықеттеріне не жататынын қарап өтейік. Білезіктің кәрі жіліктік ұзын жазғышы, яғни аналарға қарама қарсы жұмыс жасайтын бұлшықеттер, жазғыштар және супинаторлар атайтып тұр. Аналар бүккіштер және пронаторлар болған. Енді білезіктің кәрі жіліктік ұзын бүккіші, кешірім сұрайын, ұзын жазғышы мускулус экстенсор карпи радиалис. Так, мускулус экстенсор карпи радиалис лонгус. Міне мұнда тұр. Жалпы бұларды қалай табу қажет?
бізде мына бас бармақ бұл латеральды орналасқан, ал латеральды жағында бұл бізде кәрі жілік орналасады, яғни осы радий. Ал мына кіші бармақ минимис бар ғой, осы бізде медиалда орналасқан, бұл жағында шынтақ жілік орналасады. Осыған байланысты бұлшықеттерді іздеп тауып алу оңайға соғады. Одан кейін білезіктің кәрі жіліктік қысқа жазғышы. Енді біз ұзын жазғышын қарадық, енді оның қысқа жазғышы міне мұнда тұр: musculus extensor carpi radialis brevis. Мына презентациялардың бәрін мен видеодан кейін салып қоятын боламын, сондықтан мына жерлерді үлкейтіп қарауларыңызға болады. Одан кейін білезіктің шынтақтық жазғышы, яғни мыналар кәрі жіліктік жазғышы болса, енді бізде шынтақтық жазғышы musculus extensor carpi ulnaris. Ол қайда тұр? Ол мұнда тұр. Так, musculus extensor carpi ulnaris міне. Бұл медиалды жатады. Мына немеге қарағанда, радиалиске қарағанда. Одан кейін білезіктің шынтақты жазғышын айттық. Одан кейін бізде саусақтардың жазғышы musculus extensor digitorum. Міне білезіктің кәрі жіліктік жазғышы мен білезіктің шынтақ жіліктік жазғышының екеуінің ортасында, яғни ұзын жазғышы мен шынтақтың жазғышының ортасында орналасқан musculus extensor digitorum. Одан кейін бізде шыншақ жазғышы жалғыз. Мына бұлшықтың сүйектің саусақтың жазғышы musculus extensor digiti minimi. Міне мына жерде орналасқан. Одан кейін терең қабат бұлшықеттеріне, яғни біз жоғарыда атап өттік, олар жазғыштар және супинаторлар. Ол бізде бірінші супинатор жатады. Musculus supinator бас бармақты әкететін бұлшықет. Бас бармақ былай тұратын болса, осыны әкететін бұлшықет, яғни әкетеді. Musculus abductor pollicis longus. Қайда орналасқан? Pollicis longus міне. Демек бізде longus болатын болса, демек бізде brevisте болады деген сөз. Бас бармақтың қысқа жазғышы musculus extensor pollicis brevis. Так, pollicis brevis қысқа жазғышы. Одан кейін бас бармақтың ұзын жазғышы musculus extensor pollicis longus. Мынаның барлығы мына жаққа кетіп бара жатыр, қарап тұрсаңыздар. Pollicis longus осының медиал жағында орналасқан. Одан кейін бізде саусақтың жазғышы. Мына саусақтың жазғышы musculus extensor indicis. Musculus extensor indicis. Міне мына жақта орналасқан musculus extensor indicis. Бұлардың барлығы аталған саусақтардың фалангілеріне барып бекитін болады. Және де айта кететін жағдай, бұл жерде беткей жазғыштар, олар ортаңғы фалангіға барып бекиді. Фалангус медиалиске, яғни орналасқан ортаңғы фалангіге барып бекиді. Ал терең жазғыштар олар дистальды фалангіге барып бекитін болады, яғни ең соңғы фалангіге барып бекиді. Қызметі бұлар білезікті жазады және супинациялайды. Білезікті жазады және супинациялайды. Пронацияланды, былай пронацияланған болады, енді супинациялайды. Және саусақтарды жазуға қатысады. Терең жазғыштар және беткей жазғыштарды айттық. Енді келесі бізде шынтақ шұңқыры fossa orbittalis. Бұл жерден шекараларын білу қажет. Латеральды жақта musculus brachioradialis, иық кәрі жілік бұлшықеті. Медиалда бізде дөңгелек пронатор, теріс пронатор, және жоғарғы жағында бізде екі басты бұлшықет сіңірі орналасқан, түбінде иық бұлшықеті орналасқан. Musculus brachialis астында орналасқан, яғни сүйек жағында, ал жоғарғы жағында musculus biceps brachii орналасқан. Өтеді. Бұл жерден не өтеді? Бұл жерден артерия брахиалис, иық артериясы өтеді, вена брахиалис, иық венасы өтеді, және де ортаңғы нерв өтеді, нервус медианус. Негізі веналар бұл жерде 3 түрлі вена өтеді. Оны біз қан тамыр жүйесінде айтамыз. Одан кейін қол бұлшықеттері, не болмаса қол ұшы бұлшықеттері, алақан бұлшықеттер. Бұларды біз 3 топқа бөліп қарастырамыз. Қарап тұрсаңыздар, мына жерде бізде көп бұлшықет орналасқан секілді, және мына жерде көп бұлшықет орналасқан секілді. Осыған байланысты біз бұларды бөлеміз. Яғни латеральды топ бұлар тенор бұлшықеттері. Кешіріңіздер, мына жақ
тенор бұлшықеттері, бас бармақ бұлшықеттері не болмаса, яғни үлкен болып тұр, латеральда орналасқан. Одан кейін бізде медиалды топ бұлшықеттері немесе шынашақтың бұлшықеттері, гипотенор, және осы екеуінің ортасында орналасқан бұлшықеттер ортаңғы топ бұлшықеттеріне жатады. Тенор бұлшықеттеріне келетін болсақ, яғни бас бармақтың бұлшықеттеріне, бас бармақты әкететін бұлшықет, мускулус бас бармақты әкететін қысқа бұлшықет. Және де біз білек аймағында терең қабатында біз айтқан болатынбыз, бас бармақты әкететін ұзын бұлшықет, мускулус абдуктор полицис лонгус деп айтқан боламыз. Енді мына жерде бас бармақты әкететін бұлшықет, мускулус абдуктор полицис бревис. Так, мускулус абдуктор полицис бревис, яғни бас бармақты әкететін қысқа бұлшықет. Бас бармақты қарама-қарсы жаққа қоятын бұлшықет, мускулус апонеус полицис. Так, ол қайда орналасқан? Мускулус апонеус полицис. Бұл неге қарсы қояды? Бұл бас бармақты шынашаққа қарсы қояды. Яғни мускулус апонеус полицис. Бас бармақтың қысқа бүккіші, мускулус флексор полицис бревис. Мускулус флексор полицис бревис. Абдуктор полицис бревистің астында орналасқан. Апонеус мына жағында орналасқан. Одан кейін бас бармақты әкелетін бұлшықет, мускулус аддуктор полицис. Аддуктор полицис бұл флексор полицис бревистің тағы қарай ішке қарай орналасқан. Енді біз гипотенор бұлшықеттеріне тоқталатын болсақ, гипотенор бұлшықеттері, яғни біздің шынашағымыздың жағында орналасқан бұлшықеттер. Бұл алақандық қысқа бұлшықет, мускулус пальмарис бревис. Өкінішке орай бұл суретте бізге көрінбеген. Одан кейінгісі бізде шынашақты әкететін бұлшықет, мускулус абдуктор дигити миними. Міне мына аймақта орналасқан. Одан кейін шынашақты қарама-қарсы қоятын бұлшықет, мускулус апонеус дигити миними. Міне мына жерде орналасқан. Яғни бұл шынашақты бас бармаққа қарсы қояды. Одан кейін шынашақтың қысқа бүкіші, мускулус флексор дигити миними бревис. Яғни шынашақтың қысқа бүкіші. Енді ортаңғы топ бұлшықеттері нелер жатады? Ортаңғы топ бұлшықеттеріне екі бұлшықет жатады. Олар құрт тәрізді бұлшықеттер, яғни әр созақтың ортасында орналасқан құрт тәрізді бұлшықет. Міне мұнда орналасқан, мұнда орналасқан, мұнда. Мускулус люмбрикалис. Бұлар екінші және төртінші созақтардың арасында орналасады. Проксималды фалангысын бүгеді. Дистальды және ортаңғы фалангаларын жазады. Сүйекаралық бұлшықеттер, мускулус интеросси. Алақандық беті саусақтарды әкеледі. Яғни мына беті саусақтарды әкеледі, ал сыртқы беті саусақтарды әкетеді. Яғни саусақтарды әкетеді, әкеледі. Міне мынау. Мускулус интеросси.